Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз колледж Smart Nation порталындағы жаңартулармен таныстырамыз және электрондық журналда бағаны қалай қоюға болатынын көрсетеміз. Порталға логин мен құпия сөз арқылы кіріп, мәзірден менің колледжім модулін таңдап, баптау бөліміне өтіңіз. Ашылған терезеде өңдеуден кейін Ж көрсету параметрін қажет болса қосыңыз. Бұдан кейін білім беру процесі модуліне өтіп, журнал бөлімін ашыңыз және қажетті журналды таңдаңыз. Енді бағаны тікелей кестеде қоя аласыз. Күнмен белгіленген ұяшыққа курсорды апарып қойыңыз. Әр бағаға түсініктеме, яғни комментарий қосуға болады. Ол ұяшықта бағамен бірге көрсетіледі. Егер студент сабаққа қатыспаған болса, курсорды ұяшыққа апарып түзету белгішесін басыңыз. Ашылған терезеде болмаған деген белгі қойып, қажет болса анықтама немесе түсініктеме тіркеңіз. Сондай-ақ ештеңе қоспай тек болмаған деп белгілеуге де болады. Егер сіз қате әрекет жасаған болсаңыз, жою батырмасын басыңыз және себебін көрсетіңіз. Содан кейін баға немесе белгі өшіріледі. Бағаны немесе белгіні себебін енгізбей жою мүмкін емес. Міндетті түрде түсініктеме жазу қажет. Егер Ж белгісін бағаға ауыстырсаңыз, ұяшықта екі мәні де сақталады. Ж және жаңа баға. Баға мен түсініктеме қосылған жағдайда олар бір терезеде барлығы бірге көрсетіледі. Енді бағаларды қою және түзету процесі ыңғайлы, тез әрі ашық болды. Экрандағы нұсқауларға сүйене отырып, журналмен жұмыс істеу бұрынғыдан да оңай болады. Smart Nation – білім беру үшін ақылды шешімдер.